айтады енді адамның мына амалына қарап, істеген істеріне қарап негізі баға беріледі екен да. Негізі шариғатта солай. Сөзбен емес ана. Амал жасап неден амал жасауда немене нәрсе. Бір кісілер ойлауы мүмкін, мен 5 уақыт намаз оқып жүрмін, ораза ұстап жүрмін, мен қажы қабырға отырмын деп өзін чуть кішкене уже әулиенің орнына қойғысы келіп отыр. Қойғысы келеді. Дәрежесін көтергісі келеді ғой, иә. Бір кісілер ойлайды, мен Құранды жақсы оқып отырмын, мен жақсы иман. Негізі оған емес екен мәселе. Ең бірінші мына жүректегі иман болса, Аллаға деген. Екіншісі, сенің амалың негізі намаз емес. Ораза емес, қажылықта емес. Қажылыққа бармасаң тозақ кетесің деген жер жоқ шариғатта. Ондай жоқ қой. Ораза ұстанбадың ба болып бітті, сен тозақсың деген нәрсе жоқ. 5 уақыт намаз оқымадың, бол сен кеттің деген нәрсе жоқ. Ол Алланың әмірі, енді уақыт дегенде әркім өзі орындайды, мысалы. Өйткені адам иман дәрежесі бойынша да адамдар бәрі тең емес. Бірақ әлбетте мысалы адамның жүрегінде иман болғаннан кейін, ол бірінші Аллаға сенімі бар да, Аллаға иман келеді, Аллаға сенеді, мысалы. 5 уақыт намаз оқымаса да әйтеуір Құран оқытады, мысалы, мешітке барады, мысалы. Енді бүгінгі, мысалы, мына Сүйкі апайымыздың істеп отырған нәрсесі, мысалы, енді бәрілеріңіз апалы сіңілі осы жерде бөтен ешкім жоқ, бәріміз ғой. Ата-ананы еске алу өмірден өткеннен кейін, бұл кісілерге тікелей жасаған жақсылығы негізі. Мысалы, сіз шариғатта бар екен, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаба келеді екен да, сұрайды екен, Алланың елшісі пайғамбар, мен ата-анам өмірден өтіп кетті дейді. Тірі күнде енді кішкене қызмет жасадым, бірақ көп жасай алмадым дейді. Ол заман енді соғысатын етеді. Біздегі сияқты мына заман емес, қазір тыныштық қой, құдай шүкір, тыныштық айырмасын осындай. Сен дейді, енді қалай ол кісілерге жақсылық жасаймын деген кезде, ата-анаң егер өмірден өтіп кеткен болса, сен ол кісілерге дұға жаса дейді. Дұға дегеніміз осы міне, Құран оқу, артынан Құран хатын беру, жұма сайын шербет түсіріп еске алып отыру. Негізі жалпы осы мұсылмандарда ғана барады еді, мына христиандарда басқа неге көрсем мынысы жоқ олар. Олар даже ата-анасын тірі күнде керекмейді ғой. Үй жағында менің бір апа бар, 20 жыл бойы жаңғыз өтіп келе жатыр. Ұлы 2 көшеден тұрады әйелімен. Мен бабушка деп сұраймын, почему это, неге бізде мысалы қазақта енді бар бұндай, бірақ редко деймін да, бірақ бізде қазақта енді мұсылман болғаннан кейін анасын жоғары қояды деймін бірінші. Әйелін емес, анасын жоғары қояды бірінші шариғатта. Қазақта да солай. Ол менің келінім айтты дейді. Я вас домой не приму деп айтты дейді. 20 жыл болды, апаң жаңғыз өсірді. Сұмдық. Біз орысша байқасаңыз, апалар, аталар жаңғыз өсірді. Я біздің шариғатта ондай нәрсе жоқ. Сен егер ондай нәрсе істейтін болсаң, сен негізі жолың болмайды. Рас. Жолың бірақ жабылады ғой. Ата-анаңа қандай жақсы жасайтын болсаңыз, ертең балаңыздан соны көресіз. Балаңыздан әлбетте соны көресіз. Өйткені өмір бір орнында тұрмайды ғой. Қазір міне уақыт өтіп жатыр, жыл сайын жасымыз ұлғайып жатыр. Ертең адам қартаяды, ертең қарттық шақ болады. Өз адамның кезеңі өзі Хасан әл-Басриден үлкен бір имам айтыпты ғой. Адам негізі 3 кезеңнен тұрады дейді өмірі. Кеше, бүгін, ертең. Болды. Кеше күн өтіп кетті болды. Сіз енді оны қанша алтын берсеңіз де бүкіл жерді берсеңіз,